Hello children, how is it going? Now let's begin today's new model 9 holidays. Қайырлы күн балалар. Бүгін жаңа модуль бастаймыз. 9-шы модуль мерекелер деп аталады. Және де соның бірінші сабағын өтетін боламыз. Vocabulary seasons, months. Season дегеніміз мезгілдер, months дегеніміз айлар. Exercise 1. Listen and repeat. What are these words in your language? What month is your birthday in? Тыңдаймыз және қайталаймыз. Сіздердің тілдеріңізше, өздеріңіздің ана тілдеріңізше қалай аталады, және де сіздің туылған күніңіз қай айда дейді балалар. Қараймыз. Winter қыс, winter қыс мезгілі. Қыс мезгіліне жататын айлар: December, January, February. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Келесі spring, көктем, March, April, May. Наурыз, сәуір, мамыр. Summer, жаз мезгілі. June, July, August. Маусым, шілде, тамыз айлары. Autumn, күз айы. Күз айына кіреді. September, October, November. Қыркүйек, қазан, қараша айлар. Астында жазамыз. My birthday is in. Қай айда туылған күніңіз? Солай жазасыз. Мысалға, менің туылған күнім қаңтарда. My birthday is in January. Осылай жазып шығамыз балалар. Next exercise 2. Match the sentences to the drawings. Listen and check. Яғни балалар бізге сөйлемдер берілген. It's raining, it's snowing, it's foggy деген секілді. Енді бұл жерде ауа райы, weather дегеніміз ауа райы. Енді астындағы суреттермен сәйкестендіруіміз керек. Мысалға, it's raining, жаңбыр жауып тұр. Жаңбыр жауып тұр деген қай суретте? Соны жазамыз. It's snowing дегеніміз қар жауып жатыр. It's foggy, тұманды. It's hot, ыстық. It's very cold. It's cold, суық. It's cloudy, бұлтты. It's sunny, шуақты. It's warm, жылы. It's windy, желді. It's freezing деген мұзды, қатты суық болады, ызғарлы, Осылай аударылады. Астындағы суреттермен сәйкестендіру жұмысын орындауымыз керек. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Қарап шығып жазып алсаңыздар болады. Next task, exercise 3, complete the sentence. Сөйлем толықтырамыз. In my country, it is cold in winter. Менің елімде қыс айы суық дейді. Сол сияқты өздеріңіздің тұратын жерлеріңізде, туған жерлеріңізде күз айы қандай, жаз айы, көктем айы қандай сипаттап жазсаңыздар болады. Мысалға, in spring it is warm and sunny. Көктемде жылы және шуақты болады деген секілді. Солай жазып шығасыздар. Келесі exercise 4, what is the weather like today? Бүгін ауа райы қандай? Мысалға, it is warm and sunny today. It is cloudy today. It is foggy today. Жаңа өткен ауа райына байланысты сөздерді қолданып, бүгінгі ауа райы қандай екен жазып шықсаңыздар болады балалар. Сонымен бүгінгі сабақ бітті. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сіздерге ұнаса, лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.